Ассалаумағалейкум ағайын. Біздің WhatsApp-тарға исполнительный надпистер, атқарушы жазбалар немесе үйге почта арқылы хатпен келіп жатыр. Нотариустерден, коллектордан, кредит бойынша, онлайн займдар бойынша штамповать етіп нотариустер бет жүзіне қарамай, заң талаптарын сақтамай көбіне атқару жазбаларын жасап жатыр. Соған байланысты не істеу керек? Осы құжатталғанда қанша күн бар? Қандай қарсылық жазу керек? Қарсылықта нені көрсету керек? Қарсылық қалай жасалу керек және ол қалай жолдану керек? Аяқтан ұстап жатыр. Арест болған. Зерттедің, исполнительный надпис қойылған. Оның күшін қалай жою керек? Оны қалай анықтау керек? Күшін жойғаннан кейін не істеу керек? Сот орындаушы атқару өнесін қалай тоқтату керек? Күшін жойғаннан кейін жалпы қандай не болады? Мұның салдары неге алып келеді? Осының бәрі жөнінде тікелей эфирге шығамыз. Сұрақтарыңыз болса, бұл актуальны болатын болса, өзекті болатын болса, осы видеоның астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, қыздырыңыздар, жандырыңыздар.